Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Машина базардамыз. 20 сәуір. Равон 3 R3 автокөлігі сатылымда. 4.300.000 мың сұрап отыр. Көрсетілген нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. 775 674 3402. Срочно вариант бар. Варианттар қарастырылған. Кузовқа келетін болсақ, бір-екі жерлер красленген жерлер бар, енді кішкене мындай көшкен жерлер бар, крас көшкен жерлер. Ештеңесі ауыспаған. Салондарды көрсетейін. Неге салондары тап-таза. Неге R3 автомат коробка. 4.300 сұрап отыр. 4.000-ға береді. 2019 жылғы. Полный люкс. Ешқандай жұмысы жоқ машинаның. Моторларында көріп тексеріп, бәрінің коробка моторлары орып тұр. Жоғарыда көрсетілген нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. Келесі автокөлігіміз Chevrolet Gentra. Chevrolet Gentra бізде 2014 жылғы 1.5 қозғалтқыш көлемінде 4.100.000 сұрап отыр. Номері 707 855 0030. Сол нөмірге, көрсетілген нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. Неке? Салондарын көрсеңіздер болады. Автомат коробка, полный люкс. Барлығы өзінің қалпында тұр. Салондар тап-таза. Неке? Неке, өз иесінен сұрап білеміз қазір. Chevrolet Gentra автокөлігіне қызығатын жандар болса, хабарласып білсеңіздер болады. Естерінің барлығы жақсы, ашылып жабылады. Салондар тап-таза. Ассалаумағалейкум. Болар қанша сұрап отырсыз? Базар көреміз. Саудасы бар ма? Бар. Саудасы бар. Жоғарыда көрсетілген нөмірге хабарлассаңыздар болады. Осы хозяин автокөлікке хабарласып келісім алсаңыздар болады. Жақсы, рахмет саудаңыз. Келесі автокөлігіміз бізде тағы да R3, Ravon R3. Алды өзінің заводской алды осындай болады. 2017 жылғы 1.5 қозғалтқыш көлемінде 3.600.000 сұрап отыр. Номер жазылмаған. Қазір номерін сұрап алатын боламыз өзінің есінен. Мінекей номері 776 611 2297. Салондар тап-таза. Мінекей. Ассалаумағалейкум. Қанша сұрап жатсыз? 3.6 жас қод. Саудасы бар ма? Саудасы бар. Осы жоғарыда көрсетілген нөмерге хабарласып білсеңіздер болады, келісімін алсаңыздар болады. Салондары тап-таза. Қозғалтқыш көлемі 1.5 механика. Жарайды, рахмет. R3. Ravon R3 автокөлігіне қызығатын жандар болса, таптырмас мүмкіндік. Келіп хабарласып, бағасын біліп келіссеңіздер болады, келісім алсаңыздар болады. Неке бірінші автокөліктің бірінші несін, автокөліктің маркасын таныстырып өтейін. 2013 жылғы 1.6 қозғалтқыш көлемінде 1.800.000 сұрап отыр. Неке универсал Приора. Ақ цветте. Ешқандай жұмысы жоқ деп жатыр. Номер жазмаған ба? Алейкум ассалам. Номер жазмаған ба? Номер көрмей апты. Номер қандай? 708 908 7085. Осы аталған нөмерге көріп, звондап хабарласып келісін алсаңыздар болады. 1.800.000 деп ұсынылған бағасы. Саудасы бар ма? Бар. Саудасы бар деп айтып жатыр.
Жарайды, сауда болсын. Рахмет. Мына жақта 220 FCA 17 Шмет қаласының машинасы тұр. Родной краска, 2014 жылы автомат коробка, 167 мың пробегте, қозғалтқыш көлемі 1.6, 3.600.000 мың сұрап отыр. 8778 737 3880 номеріне хабарласып білсеңіздер болады. Мінекей толыққанды машинамен таныстырып өтемін. Ешқандай ақаулар жоқ деп айтып жатыр. Қазір хозяиннен сұрап білдім. Номер жоғарыда көрсетілген. Сол номерге хабарласып келісімін алсаңыздар болады. Саудасы бар. Лада Гранта автомат коробка. Мінекей салондары жақсы. Есіктер жақсы ашылып жатыр. Ашылып жауып жатқан кезде ешқандай артықша дыбыстар жоқ. Мінекей Chevrolet автокөлігі 232 EQ17 Шымкент қаласының автокөлігі. Мінекей базарда 2022 жылы родной краска деп жазылған. 8701 340 33 33 көрсетілген нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. 43300 км жүрген. Жүріп өту жүрісі. Мінекей Ас жүріс өтініш. Мінекей жаңа көрсетілген нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. Автомат коробка. Қанша сұрап отырсыз? 5600 сұрап отыр. 2022 жылғы. Люкс комплектацияда. Автомат коробка. Қозғалтқыш 1.5 көлемі. Мінекей салондар тап-таза. Есіктер ауыспаған. Өзінің есіктерін өзінің краскасымен. Не видно? Бұл автокөлік Chevrolet маркасындағы R3 деп айтылады. Cobalt R3 екеуі бір машина. Мотор бір ғой енді үшін ерінге. Мінекей өзі толыққанды краскілер тұр. Моторын ашып жатыр. Моторын көрсетеміз қазір. Мінекей моторының іші. Мінекей капотының астап таза. Мінекей значоктарымен бар. Замаскының значоктарымен. Жоғарыда көрсетілген нөмірге хабарласып келісім алсаңыздар болады. Саудасы бар, жарайды, рахмет. Бүгінгі видеоларда толыққанда R3 автокөлігіне шолу жасайтын боламыз. R3 автокөлігі мінекей тағы да 2019 жылға 4850 мың сұрап отыр. 8747 121 30 77. Осы ұсынылған нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. Келісім алсаңыздар болады. Бұл хозяин қасында емес, бұл хозяин таппадым. Есігін қолтап жауып кеткен. Бірақ сырттан көрініп отыр. Ешқандай несі жоқ, боялған жерлер, ауысқан жерлер жоқ сияқты. Машина қолтап кеткен. Жоғарыда нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. Заводский өзінің титанклермен, дисктермен. Мінекей 525 EQ Алматинский номер, алматылық нөмірді. Жәке базарда Шымкент қаласында тұр. 2020 жылға 4300 мың сұрап отыр. 8705 915 40 61. Сол көрсетілген нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. Заводский дискісінде емес, кәдімгі қалпақта тұр. Оңда хозяин есін, автокөлік есін тапқан жоқпын. Бұл да қолтап кеткен. Қазір обедтің уақытысы болған соң мүмкін обедке шығып кеткен шығар, может. Білмейміз. Хозяин кеп қалса тағы сұрап салатын болам. Бүгін базарда Cobalt пен R3 көп. Cobalt пен Ravon R3, Chevrolet R3-лар көп базарда. 20 сәуір. Қасында мен Cobalt тұр, қазір Cobalt'ке ауысатын болам. Мінекей Cobalt автокөлігі 07707 2021 жылға 5600 мың сұрап отыр. Номері 8705 915 40 61.
осы Кобальт автокөлігі мен R3 автокөлігінің хозяйны бір деп ойлаймын. Менде номер 1 жазылып тұр. Бірдей номер тұр. Екеуінде де Кобальт автокөлігіміз ашық екен. Салондары мінекей тап-таза. Автомат коробка. Бұлар 1/5 қой, бұлар барлығы механикасы болсын, автоматы болсын 1/5 қозғалтқыш көлемінде. Кобальттар мінекей. Салондары тап-таза. Есік ауыспаған міне. Өзінің заводской есі бар. Есі ауыспаса мынандай белгішесі болады. Мына тұр. Леп 77, леп 07. Есіктердің барлығы ашып көріп жатырмыз. Мінекей салондар тап-таза. Өзінің ауыспаған есіктері ешқандай. Жаңа көрсетілген жоғарыдағы нөмірге хабарлассаңыздар, сұрай бересіздер ғой, R3 мен Кобальт қанша болып жатыр деп. Айырмашылығын байқайсыздар. Бұл енді автокөлігімізде заводский титанка тұр дисктермен тұр, мінекей. Осылай болып шығады, негізі заводский дисктер. Ақ цветте. Кобальт пен R3 қатар тұр. Екеуінің есі бір. Хабарлассаңыздар болады. Тағы да 550 A17 R3 автокөлігіміз. Мінекей моторлары тап-таза. Тазалаған жағдайда, жуған жағдайда көрініп тұр ғой. Заводской өзінің нелері бар, значоктары, эмблема бар. Белгішелері бар, жалпы. Машина шаршамаған. Мінекей көрініп тұр. Автомат коробка. Мінекей полилюкс. Люксты мынадан білсеңіздер болады. Люкс бірінші белгілері мынадан білсеңіздер болады. Сосын мультируль бар. Мультирульдер қамтылған, осыдан білесіздер. Полилюкс екен. Мынерде барлығы көрсетілген. Мінекей автомат коробка. Полилюкс деп айтылады. Салондары. Мінекей салондары тап-таза. Салон біздерде ме? Қанша сұрап жатыр? 5 сұрап жатыр. Қай жылға? 19. 2019 жылы полилюкс родной краска деп айтып жатыр. Номер бар ма? Қалдырып кетсек. 707 522 82 10. Есіміңіз кім? Шүкір. Көрсетілген жоғарыда айтылған нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. 5-2 сұрап отыр. Саудасы бар ма? Саудасы бар. Жарайды, саудаларыңыз болсын. Тағы да R3 автокөлігіміз 390 ASX. Бұнда сұрайтын боламыз қазір. Неге? Салондар тап-таза. Бірінші салоннан бастадым сұрағыз. Бұл енді механика екен. Механика. Люкс вариант, бірақ механика. Полный люкс емес та. Люкс вариант механика. Айырбақтардың барлығы көрсетілген. Бұл люкс болмаған соң қалпақта тұрады машинаның диск баллондар. Мотор бұл да таза шығар, енді жауып қойған ғой капотын, тазайын жоқ. 737 AOA17 номерлі автокөлігіміз тұр базарда. 2019 жылы договоримся деп қойыпты. Келісім бар, 4-800 ұсынылған бағасы 8707 788 5099. Осы нөмерге хабарласып білсеңіздер болады. Жыл болатын машина болып тұр. Неке салондары. Салондардың есі жақсы. Автомат коробка. Неке люкс вариантта. Мультируль қамтылған. Неке полный люкс. Неке салондар. Өзінің дискісі осылай болады, заводтан шыққан кезде. Полный люкс, жаңа R3-ларда осындай болады, заводтан дискі шығады осылай. Равон R3. Бұл да енді 2019-20 жылға дейін шыққан машиналар ғой. R3 Равон болатын болса, 17, 18, 19, 20-ға дейін шыққан. 20-дан бастап Chevrolet маркалы
автокөлікке ауысып кеткен. Chevrolet компаниясы 2020 жылдан бастап эртель шығара бастаған. Көрсеңіздер болады. Жарайды, алда басқа көліктер салайын енді. Келесі видеоны күтіңіздер.